Сәлеметсіздер ме, қазақ елі? Астана қаласы қоғам белсендісі, жалғызбасты ана, кәмелет жасына толмаған екі бүлдіршіннің анасы Эльвира Бекзадинаға бостандық талап етеміз. Қазақстан Республикасының үкіметі ана мен балаға қыспақ көрсетуді, қудалауды және оларды ажыратуды тоқтатыңыздар. Эльвира Бекзадина кеше 16 желтоқсан күні әпке ағаларымыздың рухына тағзым ету үшін алаңға бара жатқан жерінен екі баласын шырылдатып, заңсыз құзырлы органдар ұрлап кетті. Қазіргі таңда Эльвира Бекзадина қамақта жатыр, ал екі бүлдіршінін үкімет орындары тартып алғалы тұр. Сондықтан құрметті қазақ аналары, қазақ қыздарын баласынан ажыратуға ешкімнің құқы жоқ. Эльвира Бекзадинаға бостандық талап етеміз. Жалпы қазақ аналарының атынан көздеріңді ашыңдар, қазақ аналары. Ана мен баланы Құдайдан басқа ешкім ажырата алмайды. 16 декабря 2025 года полиция Астаны по приказу Токаева задержали Эльвиру Бекзадину и ее несовершеннолетних дочерей 7 и 10 лет. Эльвиру Бекзадину избили, запинали, против нее возбуждают уголовные дела, а ее дочерей раздевали догола, обыскивали, и это все сотрудники полиции снимали на личный телефон. А наши казахи тем временем плачут по жертвам 1986 года, когда сегодня Токаев убивает казахов и сдает Казахстан под Россию. Вот она правда о казахах.